Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге матадан топ тігеміз. Бізге осындай 10-10 сантиметрлік тік бұрыш керек. Соны екіге бүктеп аламыз. Одан кейін өзіңізге қарай бір бүктейсіздер, ортасын тауып, екінші жағында бір бүктейсіздер осылайынан. Тең ортасын тауып аласыздар, немесе ручкамен сызып алсаңыздар болады. Енді өздеріңізге қарап тұрған қағаздың бұрышын, ашық жерін осылай сызған жерімізге бүктейміз, ал жоғар жағынан бұрыш шығарамыз. Екінші жағын дәл осылай жасайтын боламыз. Одан кейін екінші бетіне де дәл солай жасаймыз. Енді өздеріңізге қаратып ашып аласыздар. Үст жағына бір бүктейсіздер. Бүктеп болғасын бізде екі қапталынан артық кеңістік пайда болады. Сол артық кеңістікті қиып алып тастаймыз. Сонда ашқан кезде бізде теңдей алты бұрыш пайда болады. Дәл осындай алты бұрыштан 20 данасын қиып аламыз. Енді бізге 8-8 тік бұрыш қажет болады. Соны тең ортасынан бір бүктейсіздер. Қайырылып тұрған жағынан бір бұрыш жасайсыздар. Енді бұрышты ашып, тең ортасынан бір бүктейміз. Сол кезде бізде екі қиылыс пайда болады. Ол сіздерге қазір көрінбеуі мүмкін. Мен оны сондықтан сызып көрсетемін. Точкамызды қойдық. Енді жабық бұрышымызды әкеліп точкаға көтереміз. Сосын артқа бір бүктейміз. Осыған екінші бұрышты әкелеміз. Бізде сонда ұшақ пайда болады. Пайда болған ұшақты артқа қарай бір бүктейміз. Енді бірінші бұрыш біткен жерден қиып тастаймыз. Сол кезде бізде теңдей 5 бұрыш дайын болады. Осы 5 бұрыштан 12 данасын қиып аламыз. Енді тігуге кірісеміз. Менде бұл жерде 20 дана ақ түсінен және 12 дана фиолетовый түсінен дайындап алдым. Основной цвет менде фиолетовый, сондықтан ақ түсімізді үстіне қойып, бір қапталына 5 мм жоғарынан және 5 мм астынан қалдырып, тастап кетіп, ортасын тігіп шығатын боламыз. Закрепка беріп отырамыз әрқашанда. Жан жағынан, екі жағынан 5-5 мм-ден тастап кеттім. Енді барлық жерін осылай айналдырып тігіп шығамыз. 5 мм-ден тастап шығамыз.
Мінекей біздің 5 бұрышымыздың барлығы тігіліп болды. Бізде осындай гүл сияқты болып шықты. Келесі кезекте біз 6 бұрышымызды бір-біріне біріктіреміз. Аст жағынан 5 мм тастап кетеміз. Жоғар жағын полностью тігіп тастаймыз. Барлық жерін осылай тігіп шығамыз. Мінекей барлығын біріктіріп алдық. Енді біздер фиолетовый түсімізді қойып тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде екі жағынан тігеміз. Мінекей біріншісін тігіп көрсетейін. Бірінші тігісті бастап, екінші тігіске қарай өтіп кетіп тігетін боламыз. 5 мм қалдырып кетеміз. Закрепка беріп отырып, аст жағына дейін тігіп, до конца тікпей, фиолетовый түсімізді көтеріп, кезіге алып көрсетейін. 5 мм аст жағына тігіп келдім да, кішкене орын тастап, сосын ақтың үстіне айналдырып тігіп алдым. Аст жағынан тағы да 5 мм тастап кетеміз. Сол кезде бізде осында идеальный угол шығады. Барлық жерін дәл осылай тігіп шығамыз. Мінекей біздің добымыздың формасы шығып жатыр уже. Енді 6 бұрышымызды тігіп аламыз. Біріншісін тігіп көрсетейін. Мінекей 6 бұрышты ворсына қарай жатқызамыз да. 3 жағын
фиолетовый ақ және фиолетовый түске орнатамыз. Жоғары жағынан 5 мм тасап кетеміз. Закрепка беріп отырып, дәл жаңағыдай тігіп шығатын боламыз. Міне біз добымыздың жартысын тігіп алдық. Дайын болды. Екінші бетін дәл осылай өзіңіз тігіп аласыздар. Мен алдын ала тігіп алдым. Енді осы екі бөлікті бір бүтін қыламыз. Дәл осылай қойып, түспен түске, видеода көріп тұрғандай қойып, үш жағынан айналдырып тігіп шығамыз. Закрепка беріп отырамыз әрқашанда. Добымызды да конца тігіп тастамаймыз. Екі жерін ашық қалдыратын боламыз. Оған біз наполнитель саламыз добымызға. Добымызды оң жағына айналдырып, ішіне осындай синтепонды қолмен үкітіп, осылай добымыздың ішіне салып шығамыз. Халофайбер болса, халофайбер салсаңыздар болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша.
Домыз дайын болды. Енді осылай потайной шовпен ашық жерімізді тігіп шығамыз. Видео ұнаса әрине лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламатта болыңыздар.